не үшін жалпы адамдарға қыбла бекітілді? Не үшін қыбла бекітілді адамдарға? Намаз оқыған кезде мұсылмандар не үшін міндетті түрде қыбла қарап намаз оқиды? Неге басқа жаққа қарап намаз оқитын болса, намаздар қабыл болмайды? Енді табиғи жағдайда, әлі қыбланы біліп тұрған, қыблаға қарауға мүмкіндігі болған жағдайда. Ал енді қыблаға қарауға мүмкіндік болмай жатса, ол енді екінші мәселе болып табылады. Енді біріншіден, оның пайдаларын іздеп қарастыратын болсақ, ғұламаларымыз оған қатысты айтады. Адам дейді, сондай ода бір ерекшелік бар. Алла субханаху тағала оған материалдық болмаған нәрселерді сезінуді берді. Материалдық болмаған нәрселерді. Және сондай-ақ адам материалдық нәрселерді көреді, біледі, оны қабылдайды. Одан кейін сол нәрсеге қатысты адамда қиял жұмыс істейді. Адамда қиял деген нәрсе бар. Яғни мысалы, әлгі бір кино шығарып жатқан адам, ол қиялын істетіп жатыр да. Ана бір заттан бір нәрсені алады, екінші заттан екіншісін алады да, сөйтіп, мысалы, бағанағы аузы мұрны бар шәугімді ойлап шығарады. Тағы да басқа сол секілді. Әлгі жартысы адам, жартысы ат. Ол бұл жерде қиялын істетіп жатыр. Жалпы адамда осы кез келген, мысалы, бір рухани, мағнауи, яғни материалдық болмаған нәрсені, сол материалдық болған нәрсемен байланыстыру, адамда сол сипат, сол қасиет бар. Және одан кейін сол мағнауи нәрсені, рухани нәрсені, материалдық нәрсемен ұқсататын болса, адам көбірек қабылдайды. Мысалы, ақындардың өлеңінде де бір рухани нәрсені, бір мағнауи нәрсені материалдық нәрсемен ұқсатып жатады. Мысалы, Алла субханаху тағала Құран кәрімде وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. Алла субханаху тағаладан кітап келген кезде, олар сол кітапты алды да وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, захар деген арқа, арқаларына тастады дейді. Енді бұл жерде негізі кітапты алу, арқасына тастау деген нәрсе болған жоқ, жалпы ақиқатты қабылдамау. Бірақ Алла субханаху тағала бізге сондай бір материалдық нәрсемен байланыстырып жатыр да. Адамдардың көз алдына бір сондай бір жаман болып көріну үшін Алла субханаху тағала солай оны бізге сипаттап берді. Яғни сол секілді, мысалы, бір адам ойында бір нәрсені ойлап тұратын болса, нелерде болады ол? Үйлерді сызатын, басқа қылатын, бір нәрсені ойлап тұрған кезде соған бір нәрсені сызып қояды. Яғни бір материалдық нәрсемен байланыстырады. Адам намазда тұрған кезде де оның қыбламен байланысты болуы, бұл да бір жағынан сондай өзіндік пайдасын береді. Бұл біріншіден. Екіншіден, адам намазда тұрған кезде жүрегі тынышталуы керек. Жүрегі тынышталуы керек. Ол сондай бір тек қана намазды ойлаған халде, ақиретті ойлаған халде тыныш тұруы керек. Ал енді адамға рұқсат болатын болса, мына жаққа бұрылу, мына жаққа бұрылу, онда адам әр жаққа бұрыла беретін болса, намазда қимылдай беретін болса, бұл жүректің тынышталуына кедергісін келтіреді. Ал енді барлық жақты тастап тек қана қыбла қарап тұру талап етілсе, онда бұл адамның сыртқы амалдары тынышталған кезде, ол жүрегінің тынышталуына да өзінің септігін тигізеді, өзінің пайдасын береді. Және одан кейін бұның тағы бір хикметі, бұдан келетін тағы бір бізге пайда. Алла субханаху тағала жалпы мұсылмандардың ауызбіршілігін қалайды. Мұсылмандардың бір болғанын, мұсылмандардың бөлінбегенін қалайды. Құранда Алла субханаху тағала ол жайында айтады. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Алланың сендерге берген нығметін естеріңе түсіріңдер деді. Сендер дұшпан едіңдер, жүректеріңді біріктірді. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Алланың нығметімен, сендерге берген жақсылығымен сендер бір-біріңе бауыр болдыңдар деді. Бір-біріңе бауыр болдыңдар. Енді қыбламыздың бір болуы, барлық мұсылмандардың намазда, құлшылықта бір жаққа қарап тұруы, бұл әлгі жүректің бірігуіне, ауызбіршілікке бұл да өзінің үлкен пайдасын тигізеді. Мысалы, біз айтамыз ғой, мұсылмандар субханалла қазір үйтіп жатыр, бөлініп жатыр, келіспей жатыр. Мұсылмандардың Раббысы бір, пайғамбары бір, кітабы бір, қыбласы бір деп айтамыз ғой. Намазға тұрған кезде қараңыздар, адамдардың барлық қыбла қарап қалады. Меккеге барып намаз оқыған адамдар біледі.
адамдар былай жүріп жатады, мына жаққа жүріп жатады, бірақ азан айтылып артынан иқамат түсірілген кезде бірнеше минуттардың ішінде бүкіл сол жерде қанша жүз мыңдаған адамдар барлығы қыблаға қарады да сап болып қалады. Ал енді қыбла міндетті болмаса, онда біреуіне былай тұру ыңғайлы, біреуіне былай тұру ыңғайлы. Сөйтіп ойлап қараңыз, біреу мына жаққа қарап құлшылық қылып жатыр, біреу артына қарап құлшылық қылып жатыр, біреу басқа жаққа құлшылық қылып жатыр. Яғни бір ретсіздік болады, одан кейін ол бағанағы ішкі келіспеудің бір сыртқы көрінісі сияқты болады. Ал намазда бәріміздің бір болуымыз, бұл жүректің де бір жағынан бір болуының бір сыртқы көрінісі болып табылады. Одан кейін тағы бір пайдасы, имамдарымыз айтады, Алла субханала тағала қалаған нәрсесін қасиетті етеді. Қалаған нәрсесін қасиетті етеді. Біз үшін Кәбаны қасиетті етті, және оны бәйти деп, яғни менің үйім деп, оның мақамын, дәрежесін көтерді. Дәрежесін көтерді. Құлдардың арасынан мұсылмандарды Алла субханала тағала дәрежесін көтеріп, айбади, менің құлдарым деді. Рахманның құлдары деді. Енді жалпы бүкіл адамзаттың барлығы Алланың пенделері болу жағынан барлығы Алланың құлдары. Бірақ біз Аллаға құлшылық жасайтын, Алланы мойындайтын адамдарға келген кезде, олар тағы ерекше Алланың құлдары болып есептеледі. Алла субханала тағала мұсылманға айтып жатқандай, ей пендем, мынау менің үйім, сен менің пендемсің, намаз маған қызметің, сол үшін жүзіңді менің үйіме бұрда, жүрегіңді маған бұрып, қызметіңді жаса дегендей деп ғұламаларымыз осындай да көзқарас айтады. Және одан кейін тағы бір пайдасы, қыбланың бізге бекітілуі, намазда Алла субханала тағала сол Кәбаны бізге қыбла етіп беруі. Кейбір имамдарымыз айтқан, яһудилер батысқа қарап құлшылығын жасады деді. Себебі Муса алейхиссалам сол батыс жақтан дауыс естіді. Құранда Алла субханала тағала біз айтқандай, бізге хабарлап бергендей, وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرِ. Яғни сен сол жақта болмадың, сол батыс жақтан дауыс шыққан кезде, Муса алейхиссалам соны естіген кезде деп Алла субханала тағала пайғамбарымызға айтады. Және одан кейін христиандар машриқ, яғни күншығысқа қарады. Себебі күншығыс жақта Айса алейхиссалам туылды дейді. Құранда Алла субханала тағала ол жайында айтады. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَمْرِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Яғни сонда шығыс жақта таңдап, сөйтіп барып сол жақта Айса алейхиссаламды босанды. Ал мұсылмандар, олар Алла субханала тағала қыбланы, яғни Кәбаны мұсылмандарға қыбла етіп берді. Себебі қыбла бұл Ибрахим алейхиссаламның қыбласы және Маулиду Хабибиллах, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның туған жері. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның туған жері, яғни бұл Кәбаға құрмет, бір жағынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға құрмет болып табылады.